Біз Алтыбақан продакшн деректі фильмнен тапсырма алған сәттен бастап тақырып іздей бастадық. Тақырып жан-жақты өзекті болу керек еді. Сөйтіп алғашқы жиналыс 24 сәуір күні 5-ші жатақхананың оқу залында өтті. Қосеке саға біз тақырыптарды бекітіп отырмыз. Шетелден келген қандастарымызды түсіріп, соған бір қыз тақырыптар бар екен, космонавт әңгімесі бар екен, дидар түсірсек болады деп ойлап жатырық. Сол әдеде қолаймыз, жалпы концепция осы. Бірінші жиналыс қорытындысы. Тақырып: қандастардың тіл мәселесі. Монғолияда болдым, Монғолияда оператор оқыдым, орда. Оператор? Иә. Оператор бітіріп, сосын сол бойынша жұмыс істеп 2 ай. Одан қайтып, бакурс оқып, бакурс бойынша осыған ұбт арқылы түстім. Оператор болда кәдімгі не істедің ба? Камера ұстап? Менікі болғанда техника жағы. Қандай камералармен жұмыс істедіңдер? Техника жағы. Оғайсың? Басқадай. Мысалы, трактор болғаны техника жағына оператор. Андай ма? Типа оператор? Бар-бір ошақта өлең жазған мен енді Монғолияда. Өз тілің болмаған соң, бәрібір қанша жырласаң да, ол өзіңдікіндей болмайды дедім да. Сосын өзім Қазақстанға келуді армандап жүрдім. Бірақ енді Алматын емес, Алматы тіпті ұйықтасам түсіме кірмеген қалады. Барсам, өзімді құшақ жая қарсылады деген оймен келдім. Барлығы жақсы болып кетеді. Ол да ешқандай қиыншылық болмайды шығар, ары кетіп документтерден ғана қиындық болады деп ойлағам. Қазақ тілден қиналмадым, бірақ сол қазақ тілдің арасындағы ауызекі сөйлеу орыс тілінен қиналдым. Өзі қазақтың қанына сіңіп кеткен бір орыс сөздер бар ғой, орыс тілінен кірген. Сол сөздер бойынша, мысалы, кейде түсінбей қаласың, кейде айтқан кезде тілің келмей қалады. Тапсырма айтатын болсаң, мысалы, сөз сөйлейтін болсаң, ошақтың балалары, мысалы, орыс тіл болмаса да бір негізін біледі ғой, бастапқысын, кіріспелерін деген сол. Орысша сөйлеген кезде, кейде тілің келмей қалған кезде, жанындағыдар енді күлкісі келмесе де бір қолдап тұрса да іштей сыртынан күліп жібереді да. Орыс тілде сол екеуміз ғана болдық, басқа ұл болмады. Ұлдардан мен, қалған қыздар бар. Сосын қыздар күліп жіберген соң ана өз ұялып, бір жағынан қысылып жылап жіберді. Сосын сыртқа шыққан соң айттым, енді қолдадым. Біз жат елде тудық. Керісінше біз бұлай қазақша сөйлеп тұрамыз, мақтанымыз керек. Керісінше біз бұлай қазақша сөйлеп тұрамыз, мақтанымыз керек. Қазақша сөйлеп тұрамыз, мақтанымыз керек. Стоп. Бұл қаншалықты проблема? Иә, қазақша сөйлеу керек. Оны ешкім жоққа шығармайды. Бірақ бұл көтерілмей жатқан тақырып емес. Сол үшін қайта жиналыс жасадық. Бізде андай идея күшті ғой, осы нәрсеге келгені. Ойлашы, деректі фильм қалай түсіреді? Әлі болмаған ғой деректі фильм? Деректі фильм қалай түсіретін болса, жалпы деректі фильмдер, біздің деректі фильм қалай түсіріледі? Бұл сол туралы. Иә, бұл біздің деректі фильм қалай түсіріледі? Сол туралы. Деректі фильмдер қалай түсіреді? Оның сыртына ешкім шығып көрген жоқ қой. Вот соған емейміз бұларға деген зат. Яғни, кадрдың сыртына шығып, протест түсіреміз. Одан кейін жүріп түсіре береміз. Иә, соны айтып тұрмын ғой. Бізде Өзіміз съемкаларында сыртынан түсіре берсек болады негізі. Бэкстейджтерді қалай түсіріп тұра беру керек. Журналистер деректі фильм қалай түсіреді десекші. Жаңа журналист па? біз каналға байланысқа шығумен жоқ, каналмен. Просто аудио формат ретінде мынандай бір Кептерін аяғына байлайсың да жібересің. Сонда соншалықты недоступный адам ба? Жазсаң жоқ қой ғой. Вот. Журналистикадағы ма? Давай, студенттер деректі фильм қалай түсіреді? Жоқ, түсінеді деу керек. Жоқ, мен сферада перфекционистикаға қарап отырмын. Максимализм оған ойнап. Фильм дегенде Мен мынадан кейін ақылдасудан андай кадрлар көрдім. Спикерлерді іздегеніміз, оларды қалай көндіретініміз, олардың оқиғасын табатынымыз, олармен сөйлесетініміз, сол туралы. Сол бір нәрсе айтсам ба, біз мына семестр бойы көп көргеніміз каналға негізі қазақтардың арасында. Сол үшін каналын бір андай тауып
шақырып тұрмас ше бір жақын жерге бір аласақ аяққа сәйкес Ана мен кім ренжімейді? Оны да түсіреміз ғой, әлі бұл андай емес қой. Бұл әлі басы. Экранмен байланысқа шығуды, кейін кімдер түседі ғой? Басқа студенттер 102-302 солай түсіріп жатқан сыртынан түсірдім кетпеу керек болды. Диас ағай нелер ше? Олар түсінбей ме? Диастан қорғалжың керек фильм ғой. бәрі түсіреді ғой негізі. Солардың алды Диас ағайымыз өте дастан. Ойнап меніңше біздің келіспей қалған жеріміз жалпы деректі фильм дейтін нәрсе бір шығармашылық процестің негізгі ұғымдарын түсінбей қалған сияқтымыз. Ұғымымыз бір жерден шықпады да. Мысалы мен айтқым келгені дерек деген не? Дерек деген кез келген болып жатқан оқиға. Бізде қандастарымызды түсіру, олардың проблемаларын былайша айтқанда көтеру болған. Бірақ сол фильмді түсіре келе, яғни космонавт түсірдік қой, ол фильмді түсіре келе бізде бір андай проблема жоқ екенін түсіндік. Яғни ол бір резонанс тудыратындай не болмаса бір жақсы үлкен нәрсе әкелетіндей идея болмады. Кетеміз мысалы типа бір тақырыпты зерттеген боламыз. Ана зерттеп жатыр ғой. Жаңағы ма? Дерек фильмді жоқ, бізде енді андай дерек фильм сыртынан көрсету үшін бір нәрсені түсірген сияқты боламыз да. Мысалы жаңағы оралман ала берейік. Сөйтеміз да кейін айтамыз, мысалы ол фильм өзімізге де бір әсер еткен болу керек қой. Сосын отырамыз да осы мәселені өзін талқыламыз. Шынымен де осындай ғой деп ше. Мысалы біздің деректі фильміміз былай басталды, иә? Космонавттың таңертең тұрғанын Ол уже басқа тема. Жоқ, негізі деректі фильм бар осы. Космонавттың жаңағы кадрларына басалады ғой. Осылар жаққа ойланып жатқан. Біздің фильмнен ананың да бір бөлшегі көрінеді. Оған біздің қандай реакция беріп жатқанымыз, оны қалай жасадық, қалай ортамыз аргумент болды, кім келіспей қалды, бәрі көрінеді да. Осы күшті не болады. Сосын мысалы жаңағы, мысалы бейбіт бір күшті әңгіме айтты да, болашақ жылап отырған деген сияқты бір әңгіме. Мысалға ертең ана видео қосып қойып аналарға айту керек не түсіретініңіз ше? Или оған дейін не айтып қояйын деген бірге жатыр ғой. Айтып қояйын. айтпайды. Онда өзгертіп демекті қояйық та, космонавт просто түсіріп алдық дейміз да. Оларға бірге айтамыз. Олар кішкене Мыналарды қойып қойып, үш жерден камера қойып. Ондай қылуға болады. Мысалға Диас ағайда отырғанда деректі фильмді қалай түсіру керек деген сияқты. 11-ші андай қылу керек деп айтқызатқан сияқты қылып жасауға болатын еді. Анандай қылатын болсақ вообще басқа болып кетеді. қосады ғой оның бәрі. Диастан Қоссаң былық болатын сияқты. балық қып істейік онда. Бір дей ма? Дейсі дерек. Адаммен кім аяқ өзгеріп тастады. Болды, команданы тақанса. қандас түсірген кезде иә өстіңдер ғой. Сол қандастарда басында тақырыпты бір андай жанып қабылдап алдық. Бірақ ары қарай терең демеппіз, шешім қабылдап қойыппыз. Понятно болғаннан кейін одан бірден алыстап кеттік, шығып кеттік. Дұрыс болды негізі. Кадрдың сыртынан шығып кеттік қой. Мыняққа қарай. Ол тур жаңағыдай бастап бұны да ертең-ақ тастап кетіп салуымыз керек. Өйткені әрқайсысы Болу керек нәрсе ма? Әркімнің миында әрқалай болады, сол арқылы әркім ол бір нәрсені әртүрлі көрсек нормально. Әр нәрсені көріп тұрып қой біз қазір. Біз қандас түсіріп жатырмыз, иә? Бейбіт түсіріп жатырмыз, допустим. Бір нәрсе андай бізде дұрыс емес. Может, бір нәрсе басым жетпей жатыр деген сияқты. И соны кім жаңағы қанаттан сұраймыз, Канабисевтен. Қалай істесек болады дейді. И ол өзі жаңағы несін жібереді. Тура сол нәрсе бізде тағы бір нюанс, тағы бір нәрсе қайталанып қалуы мүмкін. И соны біз Диастан сұраймыз. Сұраймыз ғой. Қандасты түсіргендегі біздің жаңағы жинаған опыттарымыз туралы, қалай түсіргеніміз туралы айтаймыз. Қоя сал, Сара, біз жалпы талқылап отырамыз. Қандас туралы ма? Қандасты біз түсірдік па не? Қарашы мысалға, қазір дәл осы бейнелер болатын болса, жаңағы не тимей ма әңгімеге? Қандас туралы түсіріп жатыр деген әңгімеге. Біз жалпы процессті полный көрсетіп. Достар, ана қарашы, бұл нәрсемен біз не дерек берейін деп жатырмыз. Деректі фильм түсіру барысында жалпы мені байқағаным үлкен бұл жерге маңызды акцент қоятын тақырып ол тәсіл. Кім қандай тәсілде түсіреді, ол әркімнің өзінің еркінде. Ол процесске бір ол адамдардың бір жағынан авторларының қиялдары да қосылады, осыған дейінгі алған ақпараттары қосылады. Соның барлығы айналып келіп, сол бір деректі фильм солай дүниеге келеді. Түсірмеген деректі фильмді түсірдік деп қайта Біз түсірдік демейміз ғой, түсірмейсің сен оны. Түсіреміз деп отырсың ба не? Доканса ана бейбітте сұхбат аламыз, сыртынан түсіріп жүреді, доканса барады, екеуі. Осындай шатасып жүргеніміздің өзі де бұл сұмдық деректі фильм. Сендерге айтайын. Кейін мықты болып кеттім да просто. Сол кезде айтып жүреді да, естіп отқан екен ғой бұларды. Фильм туралы фильм. Енді осының айналасында Негізі анаймен аяуға айту керек. Қазір айтпайсың оларға айтамыз. Космонавттар түсірдік,
понедельник сұмдық жиналыс болады. Иә, осы көреміз. осы дерек сеніңше қалай түсіргеніміз дұрыс айтшы. Жоқ, болды мен. Жоқ, болды емес, айт. Араласпайын деп шешім қабылдадым. Мысалы ана нәрсе бар ғой деп өзіңе қарап айтасыз. Мысалы ана нәрсе бар да, идея айтқан кезде ана не дейді ғой? Қалай айтады? Гонка дейді ма? Гон. В общем, қуу керек. Сосын андай нәрсе, жоқ, ондай болмайды дейтін нәрсе болмау керек. Идея айтқан кезде ше. Дей беру керек. Ол жанат. Ана бір болмайтын нәрселер де шығады жаңа кеше түп санаңнан шығады болмайтын нәрселер. И сондай кезде бәрін жинап келеміз да, артық ауысын қиямыз, керегін қалдырамыз. Сөйтейік та, мысалы, ақылдасып көрейік. Мысалы, маған қызық, Мерей қандай нәрсе естіп отыр. Біз бағана жанып тұрмыз да, Мерейдің пікірін тыңдамадық. Жоқ, ренжіген жоқпын достар. Мен просто бұны көріп тұрған жоқпын. Сен тырысып отырсың. Жоқ, тырысып отқан жоқпын. Қазір айта берсеңдер, бірақ тырысырасың. Мен айттым ғой, вообще бұны көріп Сонда тұрған біз жоқпын. қазір жарайды Мерей араласпа, ары жүр деміз керек па? Жоқ, ары жүр деме, білмеймін. Бәрібір Ешқандай бізде андай. айтамыз ғой. Сен идея айтса болмаса осылай деп. Жоқ, айтпаймын. Болды. жоқ достар дей ғой. Ана аралықтағы бір күн дейтін түсірейік та. Екінші жиналыста деректі фильм ішіндегі деректі фильм түсіреміз дегенге келдік. Бұл 26 сәуір жұма күні еді. Командадағы Анел мен Аяулымға дүйсенбі күні камераны қосып, шынайы реакцияларымен түсіріп аламыз дедік. Қандай идея бар? Қандай деректі фильм қалай түсіріледі деген деректі фильм бар. Апа қандастар туралы түсіреді. Екеуінде де рас па? Уақыт жете ме оған? Уақыт жете ме? Дүйсенбі, сағат 14:26. Үшінші жиналыс. Үшінші жиналыста қыздарға тақырыпты түсіндірдік. Камераны қостық та әңгімені бастадық. Бірақ идея, сосын сырттан камераны қосып қойғанымыз қыздарға ұнамады. Арада келіспеушіліктер туып, материалдың да көрсетілуіне қарсы болды. В общем, қыздарға жаңағын айтқан кезде андай болып қалыпты. Әдейі мен бәрін ұйымдастырған сияқты. Мен бір жамандық болып қалды. Может, жаман да шығармын, бірақ ондай бір ой болған жоқ. Жаңадан мысалы Анелден осындай отырып алайын десек, әлі де бір реніш бар сияқты. И олар ол видеоны салмаңдар деп айтты. Бірақ бәрібір салып жатыр. Сол жерде енді нақты жиналыста мен болған жоқпын. Бірақ сол жерде біраз видеодан көргеннен кейін қыздардың наразылықтарын байқадым. Бірақ енді команда болғаннан кейін ондай нәрселер болады. Көп адамның ойы бір жерден шыққаннан кейін сол нәрсе қалғанда дұрыс. Қазір тағы да сұрақ көреміз. В общем, кез келген процесте, әсіресе шығармашылық процесте, бүкіл шығармашылық топтың бір идеяға жұмылуы, бір идеяны қабылдай білуі маңызды деп ойлаймын. Жалпы сол ақылдасу барысында жаңағы әркімнің басында бір лампа жанады. Сол кезде егер біреудің басында лампа жанбай қалатын болса, вот это уже проблема. Жалпы ол кезде конфликттің туу себебі маған ұнамай қалған нәрсесі, ол бәрінің командалық жұмыс істеп жүріп, біздің сыртымыздан басқа шешім қабылдап қоюы. Негізі біз басында бір тақырыпқа тоқталып, соны түсіреміз дегенбіз. Кейіннен бұл тақырыптан ауытқып кеткен және сыртымыздан жасырын камера қойғаннан кейін мен соған ренжідім. Жалпы жүйені айтатынмын. Предположим, шешіледі, сөйтеміз да біз нені көрсетеміз? Ойларының идеясы. Осылар кадр кете берді, материал. Сценарий үлгісі, сценарий идеясы. Көрме электрондар жүгіріп жатыр. Сценарий ізі. Қуалау деп Оны қуалау сценарий іздедік. Просто осы жүйемен кетіп барады. Идея іздедік, препродакшн таптық, шешілді. Үшінші этап біз не көрсетеміз? Сөзі қара. Деректі фильм қалай түсірілетін, басы қалай басталу керек, сұрайтын еді. Не айтылу керек, деректі фильм қалай түсіріледі деген кезде? Не сұраймыз апайларымыз? Идеяны немесе деректі фильмге ақпаратты қайдан алады? Ақпарат қайдан алады? Бірінші материалымыз сол. Деректі фильм дегенде. Материал ол. Бізде андай болады. Білесіздер ма, кімдерді? Өзге группалардың түсіретін деректі фильм сыртынан түсіреміз дейді. Ол болатын болса, каналдан сұхбат болатын болса, қандасқа ештемес. Шебер режиссер кез келген
тұлғаның өмірінен жақсы деректі фильм шығара алады. Оған дейін де біраз деректі фильмдер түсіргенмін, бірақ ең бірінші жұмысым сол «Үш шек» деген деректі фильм болды. Сол жерде барлық детальдар маңызды. Қателік жібермеу, ол өтірік қоспау керек. Шындыққа жанасатын кез келген дерек, ол деректі фильмнің Нью-Йорк фильм академиясында оқыдым. Тіпті қарапайым елеусіз адамдарды да өмірін түсіріп, соны деректі фильм ретінде көрсетеді. Деректі фильм деген нәрсе біреудің тұлғаның өмірі не болмаса бір проблема әкелетін нәрсе деген сияқты. Жоқ, ол нәрсе фильм деген дерек берсе, ол нағыз деректі фильм деп ойлаймын. Андай да, не сабақ үшін берілген нәрсе деп ойламаймын. Бұл нәрсені өзімізге біріншіден болашаққа естелік ретінде алып қаламыз. Біздің деректі фильм негізі қызық, идеясы қызық. Білмеймін, мен монтажға қарай көреміз. Бір әдемі келе жатыр. Жаңа бір өлеңде күшті табылып қалды. Текстпен де жақсы алып шығуға болатын сияқты. Мен ойлағам, видеолар кусок болып қалды ғой. Сол кезде өзімде де бір сенімсіздік бір пайда бола бастады. Еманнан бәрі қосқанда каша болып қалмай ма деп ше. Мысалы менің отырғаным дерек. Сіздің мені видеоға түсіріп жатқаныңыз дерек. Сіз не істеп Омарды іздейші. Осындай шығармашылық процеспен айналысып жатқанымыз ол да дерек. Ал деректі түсіру демек деректі фильм. Меніңше қазіргі түсінігім бойынша бүкіл осы деректі фильм түсіру барысында дерек дегеннің не екенін түсіну керек. Мен үшін деректі фильм бір тақырыптың жан-жақты зерттелуі, ол бір адамның көзқарасымен емес, бірнеше адамның. Мәселен, мен де қазір біздің түсіріп жатқанымызды деректі фильм деп айта аламын. Ол қанша дегенмен бізде профессионал тұрғыдан болмаса да, бізде топта 7 адам болса, ол 7 адамның көзқарасымен болып жатқан нәрсе, оның ішінде эксперт болу міндетті дегенді мен құптамаймын. Осының бәрінің соңынан түйгеніміз деректі фильм ол өмір, боямасыз, риясыз шындық. Документалистің де басты мақсаты шындықтардың арасынан ақиқатты анықтау. Алайда кейде кадр камерадан тыс өтіп жатқан өмірді көлегейлеп жасырып қалады. Біз осы бір елеусіз көріністердің бір бөлшегін көрерменге ұсынғымыз келді. Міне, деректі фильм осылай түсіріледі. Әдемі бар. Саған айтпаймын, Нұр.